Қайырлы күн. Мен Мөлдір Мәдиқызы, математика пәні мұғалімі. Бүгін біз масштаб тақырыбымен танысамыз. Масштаб дегеніміз не? Өмірде масштабты қай жерден кездестіруге болады? Қай сабақтарда масштабты кездестіреміз? Масштабты көбінесе биология және география сабақтарында кездестіреміз. Масштаб дегеніміз бір заттың бірнеше есе үлкейген немесе кішірейтілген бейнесі. Мысалы, микроскоппен көрген уақытта немесе глобус, карта, қандай да бір макеттерді салған кезде масштабты қолданамыз. Масштаб үлкен М әрпімен белгіленеді. Ол картадағы немесе сызбадағы сызбадағы өлшемнің нақты өлшемге қатынасы. Бұл дегеніміз, мысалы, бірдің 1 миллионға қатынасы. Осындай жазуды біз карталарда кездестіреміз. Бұл жазу, яғни Қазақстанның картасын, немесе дүние жүзінің картасын осыншама 1 миллионға кішірейтіп көрсеткен екен. Енді бұның бізге суретін 6 сантиметр болып салған екен. Шын өмірдегі өлшемін білу үшін X-ті табамыз. Пропорция арқылы шығарамыз. X-те 6-ның 1 миллионға көбейтіндісі 1-ге бөлеміз. Жауабы 6 миллион. Шын өмірде бұл 6 миллион екен. Немесе осыншама кішірейтілген масштаб бар екен. Шын өмірде бұл 1.500.000 километр екен. Картаға қанша кішіреткені білеміз. Тағы да пропорцияны қолданамыз. 1-дің 1.500.000-ге қатынасы, көбейтіндісі 100 мыңға бөлеміз. 0-ден 10 қысқартып жіберемін. Жауабы 15 сантиметр. Картаға бізге 15 сантиметр деп салған екен. Енді тек қана кішірейтіп емес, үлкейтіп көруге де болады. Оны қай уақытта қолданамыз? Мысалы, биология сабағында молекула, жасуша, яғни тірі ағзаларды, жәндіктерді үлкейтіп бізге суретін салып, құрылымдарын көрсетеді. Мысалы, 3-тен 1-ге қатынасы. 3-тен 1-ге қатынасы дегеніміз қандай да бір ағзаны 3 есе үлкейтіп көрсетіп тұр екен. Ол бізге суретте 9 сантиметр болып көрсеткен. X-ті табамын. Тағы да пропорцияны қолданамыз. 9-ын 1-ге көбейтіндісі 3-ге бөлеміз. Жауабы 3. Шын өмірде ол 3 сантиметр екен. Соны бізге 9 сантиметр болып көрсеткен. Немесе өте кіші ағза 3 миллиметр екен. Оны бізге 9 миллиметрлік суретпен көрсеткен екен. Және солай бір ағзаны 5 есе кішірейткен екен. Шын өмірде ол 2 деп алайық. X-ті 5-тің 2-ге көбейтілсе 1-ге бөлінеді. Суретке бізге 10 сантиметрге дейін үлкейтіп салған екен. Енді мына есептерді өздеріңіз шығарып, жауаптарын айта кетіңіздер.